Уақытша неке құру. Ол енді ислам дінінде алғашқы уақытта сондай бір себептермен, сондай бір қажеттіліктермен соғыс уақыттарында рұқсат етілген болса да, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям одан қайтарған. Шетелде қару қақтығыстарда болып жатырмыз, немесе осындай бір қиын кезеңдерде уақытша некені пайдалануға болады деген секілді жалған псевдо-шейхтардың жаңағы фатуаларын алумен нәпсінің қалауы жатыр, бұл жерде басқа ештеңе жоқ. Діни сауаттылық болмағаннан кейін, біріншіден, екіншіден нәпсінің қалауын орындау. Бабаларымыздың дәстүріне, ғұрпына, ұстанымымызға, қазақтың жалпы мінезіне сәйкес келмейтін нәрсе. Әхлі сүнна уәл жамағат ғалымдарының ұстанымында бұл жаңағы уақытша некеге халал деп, яғни адал деп ешкім үкім бермейді. Яғни толық харам етілген.